Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы өсімдікке жыл бойы қалай күтім жасау керек. Бүгінгі сабақта сіздер өсімдіктердің жыл бойы қалай өзгеретінін сипаттайсыңдар. Өсімдікке күтім жасаудың маңызын білесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөзі өзгеріс. Өткен сабақты есімізге түсірейік. Шахмат әдісі, өсімдік бөліктерін және қызметтерін айт. Бұл жерде сіздерге өсімдіктің бөліктері берілген. Қандай қызмет атқаратынын есімізге түсірейік. Тамыр топырақтан пайдалы заттар мен суды сіңіреді. Сабақ суды және пайдалы заттарды басқа мүшелерге таратады және өсімдікті тік ұстауға көмектеседі. Жапырақ тыныс алуға көмектеседі. Гүлдің орны жеміс пайда болады. Жемістің ішінен тұқым пайда болады. Енді сіздерге мынандай сұрақтар. Бір жылда неше жыл мезгілі бар? Әрине 4 жыл мезгілі бар. Қазір жылдың қай мезгілі? Жыл мезгілдерінің ерекшеліктерін атап шық. Осы 4 жыл мезгілдің ішінде біз өсімдіктерге қандай күтім жасаймыз? Ойланып көріңдер. Өсімдіктерге күтім жасау туралы бейне баянды қарап шығайық. Біздің жер шарымызға өсімдіктер не үшін қажет? Фотосинтез барысында өсімдіктерде қоректік заттар түзіліп, оттек бөлінеді. Ауаны көмірқышқыл газынан тазартады. Қоректік заттардың арасында өсімдіктер өсіп, дамиды. Өсімдіктер шөп қоректі жануарларға азық болады, ал шөп қоректі жануарлар жыртқыштардың азығы. Өсімдіктер жануарлар мекендейтін түрлі өсімдік қауымдастығын құрайды. Елді мекендердегі өсімдіктер шаң, зиянды заттарды тұтып қалып, ауаны ылғалдандырады, шуды азайтады. Бейне баянды қарап болсақ, онда осы 4 суретке назар аударайық. Адам бидайды әр жыл мезгілінде қалай өсіріп баптайды. Бұл суреттен біз бірінші суретте көктем мезгілінде адам жерді жыртып, оған егін егеді. Жаз мезгілі келген кезде мысалы бидай өскен кезде оны суарады, баптайды. Күз келгенде оны жинап алады және қыс мезгілінде ол жер дем алады. Көктем келгенде бұл жерді қайтадан жыртып егін егеді. Ал сен білесің бе, қысқа қарай ағаштың өсуімен оның бойындағы шырын ағыны баяулайды. Сондықтан күзде жапырақтар түсіп қалады. Яғни өсімдіктерге жалпы күн жылуы мен жарығы қажет. Ал күз мезгілінде күннің көзі аз жылытқандықтан күзге жапырақтарға жылу мен жарық жетпегендіктен олар сарғайып түсіп қалады. Келесі тапсырма. Суреттердегі өсімдіктер қай жерде өседі? Сәйкестендір. Бұл жерде әр жердің климатына байланысты өсімдіктер әртүрлі болады. Бұл жерде сәйкестендіріп өтейік. Қайсыған жатады? Бұл тапсырманы орындау барысында сіздер өсімдіктердің тіршілігіне қажетті жағдайларды анықтайсыңдар және осы сөздерді суретпен байланыстырасыңдар. Ойланып көрейік. Кактустың жапырақтары неге ине тәрізді? Яғни кактус біздің елімізде бар ма? Ол қандай жерде өседі? Неге оның жапырақтары ине тәрізді? Ойланып көрейікші. Және осы туралы дәптерге қосымша ақпарат ретінде тауып жазып келесіздер. Суретке назар аударайық. 2 жапырақ берілген шырша мен қайың. Суреттегі шырша мен қайының бұтақтарына қара. Қай өсімдіктің жапырақтары күзде түсін өзгертеді, қай өсімдіктердің жапырақтары түседі. Неге? Неліктен олар екеуі әртүрлі? Неге шыршаның жапырағы қыста жасыл болып тұрады, ал қайыңның жапырақтары күзде түсіп, қыста жапырақсыз қалады? Осыған байланысты зерттеу жұмысын жүргізіп көріп. Келесі екінші сұрақ. Неліктен қыс мезгілінде тұқым сеппейді?
Сонымен біз бүгінгі сабақта не үйрендік? Тамыр өсімдікті топыраққа бекітеді, сабақ жапыраққа су өткізеді, күзде ағаш жапырақтары түседі, өсімдіктерді көктемде отырғызады, сабақта жапырақтар, гүлдер мен жемістер орналасады. Барлық тапсырманы орындап болғаннан кейін бейне сабақтың астындағы сілтемеге өтіп, тапсырмалар. Сілтеме арқылы тапсырмаға өтсек, тапсырма мынандай. Өсімдікке күтім жасау. Бұл жерде жұбын табу керек. Мысалы, бұл жерде жылдың қай мезгілі берілген. Осыған байланысты бұл жерлерден суреттерді дұрыс сәйкестендіріп жұбын табасыздар. Тапсырмалардың барлығын орындап болсақ, бүгінгі сабаққа өздеріңді бағалап шығыңдар. 5 саусақ әдісі, бұл тапсырма сіздерге белгілі. 5 саусақтарын сызасыздар. Әрбір саусақтарына өздеріңіздің ойларыңызды жазасыздар, алақаны ішіне пікірлеріңізді жазасыздар.